Каусар, кіре қой. Жобаңды қорға. Бұлай тұра беріңіз. Менің жобам. Бұл менің жобам. Бұл жобамда көңілге байланысты. Денсаулық жобасы. Неге денсаулық жобасы? Денсаулық ол көңілге, дене шынықтыруға байланысты. Дене шынықтыруға жақсы. Одан да басқа көңіліне байланысты, адамның қалай көңіл көтергеніне байланысты бұл келеді. Сол үшін бұл сіздер де мен сияқты көңілді жүрсеңіз, әр кезде мұңаймасаңыз, ренжімесеңіз, сіздің денсаулығыңыз жақсартады. Бұл жерде өзіңізге жан-жақтарыңыз іздеуіңіз керек. Қараңыз, мысалы, мен ән айтқанды жақсы көрем. Мен ән айтамын, биді де жақсы көрем. Фортепианоны да жақсы көремін. Саяхаттағанды да жақсы көрем. Мектепке барғанды да жақсы көрем. Сурет салғанды да жақсы көрем. Дене шынықтырғанды да жақсы көрем. Таза ауада жүгірген, таза ауаның иісін сезген ол адамның денсаулығына өте маңызды болып келеді. Рахмет. Жарайсың.